Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен мен Жантаңдар, әрине қайтадан алдарыңызға келіп тұрмын. Мен көптен бері болған жоқпын, бір жыл өтіп кетті, мен қайтып оралдым деп айттым, бірақ оралған жоқпын былай келгенде. Енді бүгінгі таңда мен сіздерге не үшін оралмағанымды айтайын. Яғни оралдым, видео түсірдім, қайтадан жоқ өтетін да. Не үшін ондай болған сіздерге түсіндіріп кетейін. Мен жаңадан канал аштым. Ол жақта мен тематикалар басқаша түсіріледі. Мен сіздерге айтқан болатынмын, және де сіздерге осы каналға видео салған болатынмын. Адам 2.0 деген видеоны білетін шығарсыздар осы каналда. Сол видеоны осы каналға салған кезінде мен осы тематиканы жалғастырғым келді. Осы тематиканы жалғастырып, барынша түсіргім келді. Бұл яғни адамның өзінің күш қуатын арттыру, мотивация алу ретінде түсірілетін видеолар болып табылатын. Бірақ менде бір жаңа ой келді, бір жағынан бір кісілермен спорға шықтым, олар мені видео түсірілмесін деген сияқты әңгімелер айтты. Спордың, яғни сол бәсекелестіктің негізгі тармағы осы канал болатын. Яғни мен жаңадан канал аштым. Осы бәсекелестікті жандандыру үшін деп айтайын. Және де соған орай сол каналды ашып, және де тағы да айта кетейін, мен бұрын айтып кеткенімдей орысша, ағылшынша, қазақша түсіремін деп, сол жақта орысша түсіріп жатырмын. Влог, анау-мынау, мотивациялы тұрғыдағы видеолар осылардың бәрін. Және де сол каналды қазір дамытып жатырмын. Бұл каналмен не болады деп ойлайсыздар? Бұны мен келесі видеода сіздерге айтамын. Әзірге сіздерге мен айтқым келгені сол каналға тіркеліңіздер. Сол каналда көп видеолар болып жатыр. Яғни ондай көп болғанда ондай көп емес. Айтарлықтай бар. Сол каналға тіркеліңіздер. Сілтемесі астында қалдырдым. Мен осы уақытқа дейін сол каналдың жұмыстарымен жүрдім. Ал бұл каналды не істейді десеңіздер, онда келесі видеоны күтіңіздер. Келесі видеода сіздерге ашып айтып беремін. Әзірге бұл канал сатылмайды. Сатпаймын да. Ал сіздермен болған Жантаңдар. Қош, сау болыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар сол каналға, сілтемесі астында. Сіздерді күтемін, міндетті түрде. Күтемін. Амандықта жүздескенше.